Сәлеметсіңдер ме қыздар? Бүгін біз жалпы тіл білімінің зерттеу нысаны, мақсаттары, яғни пәнге кіріспені өтейін деп отырмыз. Ол үшін өткен лекция сабағымыздағы, дәріс сабағымыздағы өткен тақырыпты бір қайталап, ойымызға түсіріп алайық. Мен презентация жасаймын қазір. Сіздерге сілтемесін бердім. Сол сілтемеге кіріп, майндмап картасына бүкіл өз ойларыңызды түсіріңіздер. Ойларыңызды бірақ жазып жатқан кезде дауыстап айтып отыруларыңызды сұраймын. Өйткені мына тақтада жазба жүріп жатыр. Бастаймыз, қыздар. Мен сілтемені тастадым. Тақтаның сілтемесін тастадым. Яғни ақыл ой картасына барамыз да, сол жерде бүкіл қыздар қосылып жатыр. Жалпы тіл білімі пәні деп қояйын. Мақсаттары бөлек, міндеттері бөлек. Ары қарай тарқатып өздеріңіз жазып жіберсеңіздер, қысқа бір сөйлемнен қысқа әрқайсыңыз бір сөзден жаза алмай жатсақ, қалай басуды нүктесін білмей жатсақ, сұрауға болады, қыздар. Плюс батырмасын басамыз да, жазамыз. Кездетейік, қыздар. Мен қазір былай нетіп көрем, батырманы басып. Мына қыздар, жалпы тіл білімі деп, ортасында жалпы тіл білімі деп тұрады да, сосын мына жерге ары қарай тарқатамыз. Апай, айтатын, жазатын ойымызды үздіксіз жазып кете береміз ғой, Жоқ, қысқа ғана. Сосын ойымызды қазір айтамыз. Кім қандай ой айтқысы келеді, соны ғана жазсын, ары қарай экраннан шыққаннан кейін сол ойымызды дәлелдеп сөйлейміз. Назерке, сен жазып едің, неге өшіп қалды? Ана екіншісін жазылмай қалған ғой, соны толықтырып жатырмын. Бір, екі деп кетейін, сендерге ыңғайлы болсын, соның ішіне барып жаза беріңдерші. Осы жеткілікті болар деп ойлаймын, қыздар. Жеткілікті, тоқтатайық жазуды. Ары қарай енді сөйлеуді бастайық. Бірінші, кім бар? Мен жалғастырайыншы, апай. Жалпы осы жалпы тіл білімінде жаңа Назерке айта кеткенде барлық дүние жүзіне қатысты деп айта кетті. Осы жалпы тіл білімі барлық дүние жүзіндегі тілдермен универсал деп айтылады. Ғалымдардың айтуына қарағанда 5651 диалект жалпы дүние жүзінде бар. Солардың бәріне ортақ бір белгілер бар. Олар, яғни тілдер жағымен қаншалықты алуан түрлі болғанымен бір-біріне ұқсастықтары бар, ұқсамайтын тілдерде бар. Солардың бәріне ортақ белгі ол адамдардың өзара қатынас жасау құралы болып табылады. Тілдердің қай-қайсында дыбыс, элемент бар. Солардың барлығы да бір-бірімен бірдей болып келеді, және де олардың тілдік туындылары да ауызекі немесе жазба түрде жазылады. Мен мына экранға қарап отырмын. Кім не жазғандығы экранда көрініп тұр. Мысалы, бірінші жазған жалпы тіл білімі дүние жүзіндегі барлық тілдерді қарастырады. Тілдер сан алуан болса да, олардың ортақ қасиеттері мен ұқсас тұстары болады. Бұны жазған Гүлшат және Бақытгүл деп тұр тұсында. Кім жазған? Мен жазып едім, апай, кетіп қалып жүретін. Сен Бақытгүл деп шығып тұр менде. Келесі тіл туралы ғылымның алғашқы жұмыстары жеке тілдерді сипаттаудан басталған дейді. Енді осы жерде жалпы тіл білімі және жеке тіл білімі туралы ұғым қалыптасты дедік. Кім айтады? Жалпы тіл білімі деген не? Жеке тіл білімі деген не нәрсе? Екеуі объектілер қандай? Соны апай, мен жаздым, мен айта кетсем. Жалпы осы тіл жайлы ғылымның алғашқы жұмыстары сол
жеке тілдерді сипаттаудан басталады дедік, иә. Яғни бұл жеке тілдерді сипаттаудың өзі тілдік құрылымдық сағаларды айқындауға алып келеді. Жалпы осы тіл құрылымын зерттеудің өзі жеке тілдер туралы ғылымның негізгі объектісі болып табылады. Соның ішінде тіл ғылымының жеке тілдерін немесе бір не болмаса тілдер тобын зерттеу саласы сол өзі зерттеліп отырған тілге қатысты барлық мәселелерді қамтиды, және оның сүйенетін материалдар да немесе одан шығаратын қорытындыларының барлығы да сол жеке бір өзі алып таңдап алған тілге байланысты болып келеді. Жақсы. Жалпы тіл білімі айтсам. Келесі. Жалпы тіл білімі негіздері екіге бөлінеді. Жеке тілдер туралы ғылым, жалпы тіл деп. Осы мәселе туралы айтылды, иә. Енді осы туралы толықтырып айтатындарың бар ма? Жоқ, қанағаттанасыңдар ма? Аягөзің жауап. Толықтырайын. Негізінде жеке тілдер туралы ғылымға фонетика, философия, лексикология, диалектология және семасология кірсе, ал жалпы тіл біліміне семасология, морфология, диалектология деген сияқты көптеген нелер кіреді. Және де бұл күрделі тілде әдістері де болуы мүмкін. Оған интралингвистика және экстралингвистика болып екіге бөлінеді. Интралингвистика ол тілдің жүйелік құрылымын зерттейді. Оған жаңағы біз білетіндей көптеген фонетика, лексикология, грамматика кірсе, экстралингвистика ол тілдің сыртқы дүниемен, қоғаммен байланысын зерттейді. Социолингвистика және менталингвистика болып екіге бөлінеді екен. Жалпы менталды лингвистика, социолингвистика деген бұл кішкене шектеліп айтқан нәрсе. Лингвистикалық факторларға өте көп салаларды кіргіземіз, иә. Тілден тыс ғылымдардың барлығы экстралингвистикалық факторларға жатады. Келесі, жалпы тіл білімі дүниежүзіндегі барлық тілдерді қарастырады. Тілдер сан алуан болса да, олардың ортақ қасиеттерімен ұқсас тұстар болады деген осы ұғымды маған ашып айтып беретін кім бар? Бұнда проблемалық мәселе жазылған екен. Ортақ қасиеттер тұстары бола ма? Мына жалпы тіл білімі деген кезде алдымен бізде ассоциация келеді. Барлық тілдерге ортақ бір ұғым, барлық тілдерді зерттейтін бір сала сияқты көрініп тұрады. Солай ма, қыздар? Иә. Осы нәрседе келгенде ортақ қасиеттері бар ау деген ұғым туып тұр. Бұл жағына қалай қарайсыңдар? Мысалға, туыстас тілдердің бір-бірімен мысалға айтады, сөздің дыбысталуының ұқсастығы ол туыстас тілдерді қалыптастырмайды. Туыстас тілдер қалай пайда болады? Олардың грамматикасында ұқсастықтар болу керек. Яғни, мысалға, барлық тілдерге тән осындай ол тілдің мысалға фонологиясы болады, фонетикасы болады, морфологиясы, синтаксисі болады. Яғни, барлық тілдердің осындай өздеріне тән бір қасиеттері бар. Сол қасиеттер бойынша олар әрі қарай зерттеліп, зерделене түседі. Сондықтан мен тілдер бір-біріне ұқсас деп ойлаймын, және олардың мысалға әрбір тілдің өзінің жазылуы бар, дыбысталуы бар, әріптері бар, таңбалануы бар, сол жағынан ұқсас. Сендер қыздар қосатындарың бар ма осы ойға? Жалпы бүкіл әлемдегі тілдерде ортақ тілдік қасиеттер бар ма? Бұл енді осы жерде тілдің шығуы туралы мәселеге келейін деп тұрмыз. Бүкіл тілдер бір ғана тілден шыққан ба? Жоқ әлде әр тілдің жаратылысы әртүрлі болған ба? Екі түрлі мәселе айтып тұрмыз, иә? Осы алдағы сабақтарымыздың барлығында біздің проблемалар әсіресе тілдің тарихынан, көне заманнан бастап, сонау 20 ғасырға дейінгі уақыттардың барлығында тілдің шығу тарихы ең негізгі мәселе болады. Сондықтан мына сұрақ мәніне мен қайта-қайта тоқталып отырғаным осы. Жалпы тіл негізінде басында оны жаратылыс деп қарастырды, мысалға. Жаратылыстың ол биологиялық, ол пайда болады, ол өліп қалады деп қарастырған болатын жалпы тіл ғылымыны.
Одан кейін тілді психологиялық бағытта қарастырды, яғни ол белгілі бір логикаға сүйенбейді, өзінің психологиясы болады деп көрсетті. Ең соңында барып тіл осы негізінде адамдардың арасындағы қатынас құралы екені, оның әлеуметтік өмірге тікелей қатысы, қоғамға қатысы бар екені анықталған болатын. Жалпы тіл бұл адамдардың бір-бірімен, яғни қатынас құралы болып табылады. Ең соңғы зерттеулер осыған келіп тоқтайды жалпы. Енді қыздар айта ғой, Гүлшат, тыңдап отырмын. Сөйлеу органдары, яғни тіл, құлақ, ой-сананың бір-бірімен ара қатынасы басты қасиеті, яғни барлық адамдарда бар белгісі болып табылады. Жарайды, енді бар ғой, мен қыздар сұрақ қояйын, ойымызды қорытындылайық. Сонымен жалпы тіл білімі деген пән қай ғасырда пайда болған екен? Пәннің өзі. 19 ғасырда пән ретінде пайда болды. Дұрыс айтасың, Назерке. Енді жалпы тіл білімінің, осы пәннің зерттеу нысаны не? Ол тілдің тарихы, тіл теориясы және тілдің басқа тілдермен байланысы. Әдістері мен әдістемелері. Басқа ғылымдан оқыған қатынасы. Жақсы. Бұл пән бүкіл, яғни аясы өте үлкен, өте көп тақырыптарды қамтиды. Тілдің тарихын, теориясын, кешегісінен бүгінге дейінгі уақыттың бәрін қамтиды деген болатынбыз, иә? Айтқандарымның барлығы дұрыс. Енді бұл жалпы объектісі екен, зерттеу нысаны. Мақсаты осы объектісімен бір болады. Енді міндеттері не? Міндеттері. Мақсаттан бар міндет шығады. Сендер шамамен айттыңдар. Жалпы тілдік теориямен таныстыру міндеті, негізгі міндеті, мақсаты. Яғни ол тілдің қалай әдістемесі болу керек, ол қарым-қатынаста қандай рөл атқарады, қоғамдағы маңызын түсіндіру. Жақсы. Тағы да қыздар, ойларыңды бөгілмей айта беріңдер. Ешқандай бұрыс ой болмай қалар деген күдікпен қарамаңдар. Барлық адамның ойы бағалы біз үшін, қате пікір, дұрыс пікір деп айтпаймыз, бәрін пікірлеріңді бағалаймыз. Сөйлей беріңдер. Сонымен жалпы тіл білімі пәнінде біз нені оқитын болдық, қыздар? Осы пән бойынша біз нені үйренетін болдық? Мысалға, ол жерде біз тілдің тарихын, айтып өткендей теориясын, және де проблемаларын, ғалымдардың айтқан қате пікірлері мен оң пікірлерін соларды талдаймыз. Жалпы тіл білімінде. Әр ғасырда пайда болған мектептерді және де олардың бағыттарын. Жақсы. Бұл тілдің тарихы бойынша. Тілдің қалыптасу тарихын қарастырамыз. Жалпы теориясы мәселесінде тілдердің классификациясы, топтастырылуы. Тағы да? Оларды бір-бірімен салыстыра зерттей отырып, оларды типтерге және туыстығына қарай бөліп, топтастыруға және бұл тілдерді әр аумақтағы тілдердің бір-біріне тілдер негізінде қалыптасу барысында ол географиялық аумаққа байланысты да қалыптасып бірге қалыптасады, соны салыстыра отырып диахронды және синхронды зерттеу арқылы тілдерді топтастыру, яғни туыстығына қарай. Грамматикалық категориясы, тілдік категориясы бар. Дұрыс, Назерке. Тілдік категория, грамматикалық категория, жалпы тілдің әдістемесіне дейін барып тоқталады екенбіз, Жақсы, қыздар.
осымен сабағымыз аяқталды. Келесі дәрісте кездескенше үй тапсырмасы сол дәрістің негізінде тағы да берілетін болады. Сау болыңыздар.